біздің нағашы болып сол кісінің қызы келіп отыр. Уважаемые родственники, уважаемые коллеги, друзья. Мой отец, Калфын Шакирович Адильшинов, заслуженный артист Казахской ССР, актер театра имени Мухтара Авызова, был нағашы, Ботаның нағашы болған. Я помню, училась в школе, и в конце 60-х годов у меня, когда мама болела, дома никого не было, мы с мамой были. Вдруг звонок в дверь, и стоит в дверях солдатик в солдатской форме, с вещмешком на плече. Я, говорит, ваш родственник. Вы заходите, мама чай готовила, все. И он тогда выразил свое желание, свою мечту моему папе о том, что он хочет стать актером. И я могу смело сказать, что мой папа был, наверное, первым учителем в актерском мастерстве. Они оставались наедине в комнате, он ему показывал. И вот из нашего дома, можно сказать, вот так пошел в эту вот большую актерскую жизнь. Ну, после этого мы долгое время не виделись. Я жила за границей, долгое время в Москве. И я что хочу сказать, что Бота с Кыздыбой, они никогда, вот мы с ними не расставались. Несмотря ни на время, ни какие-то месяцы, годы. У Боты было такое чувство родства, он всегда нас находил, или мы его находили. Это такая добрейшая была душа. На всех мероприятиях, на всех плохих или хороших, они всегда были первыми, всегда поддерживали. Это была дружная семья. Кроме того, что он оставил вместе с Кыздыбой огромное наследие, как актеры в кинематографе, в театральном искусстве, они огромный след оставили как великолепные, добрые, прекрасные люди. Вот каждый из нас, присутствующий, не перестает об этом говорить. Но самое главное наследие, которое они оставили, это 4 детей. Я восхищена тем, что старшая вот Эльвира, она судья, юрист с огромным стажем, уважаемый человек в стране. Динара, маленькая Назерке, и наш Диас, который уже, так сказать, попробовал себя и в актерстве, можно сказать. И я думала, он будет актером, но он все-таки выбрал для себя профессию такую, скажем, ну, по душе. Или тоже у меня дочь, она работает в агентстве финансового надзора, они часто с ней общаются, как с юристом, он ей помогает, она его консультирует. Поэтому вот эта связь с этой семьей никогда не прерывалась и, наверное, не прервется. И огромную благодарность я хочу выразить Дине, которая огромную вот эту вот ношу, она не дала почувствовать сиротство, можно сказать, извините за выражение. Дети никогда не ощущали этого. Она им заменила и маму, и папу. Дина, дорогая, тебе здоровья огромного, счастья, чтобы ты прожила долго-долго. И дети, я думаю, никогда этого не забудут. И всем нам я хочу сказать, пожелать, чтобы, не дай Бог, в семье произошло такое несчастье, но дело в том, что все-таки мы ходим все под Аллахом, и это было, наверное, в руках Всевышнего. Всем хочу пожелать счастья, добра и семье Кыздыбой и Бота благополучия. А вот Амен Кыздыбой Жахан Шермер Борхабовцы. Рахмет, Амин айтқаныңыз келсін. Мына жерде енді көп адамдар айтқылары келіп отыр. Жаңа мынау видеода Байкал айтып кетті ғой, 15 минуттан кейін маған звондап хабар берді деп. Мына Бота мен Кыздыбайдың көршісі болған атақты мына актер біздің Қадырбек ағамыз отыр. Bismillahirrahmanirrahim. Endi жаңасы туралы
әңгіме ұзаққа кетеді, мен қысқартып айтуға тырысайын. Мына төрде біздің сахна мен экранның шаңын алып найзағай ойнатқан абызымыз отыр. Асекең. Бұл кісі әлі есімде 70-ші жылдардың басында біз консерваторияда оқыдық та жаңа студияға келіп түсті. Ол кезде әкем театр, қазіргі біз отырған театр. Қазіргі балам театр. Ол сонда студент, біз консерваторияда студентпіз. Оны жолыққанымыз троллейбустың ішінде. Айдайын деген жалас мүлде бөлек болады. Біз ауылдан келген бала Асекеңді жақсы біледі. Әке-шешеміз ақша салып береді. Оқуға келгенде бір костюм шалбар аламыз. Ішіндегі жейде ғана ауысып тұрады, қалғаны сол костюм шалбар. Аяғына дейін кетеді. Аяқтағы 350 тиынның төпірге қысы жазы түспейді. Сондаймыз. Ажаны сондаймыз. Жанас бір күні бір шляпа киіп келген. Сонда бір күні бұтындағы шалбар аппақ, екінші күні қып-қызыл, үшінші күні көк-күңгек. Сонда үстіндегі жейдесі құрақтан тіккен сияқты. Аламыш бір деген. Енді біздің көзімізге қораш көрінеді. Айтуға атпаймыз, өзі солай. Өзі кейін ойланырсың, адам Алла тағала өзі жаратқанда неге бейім, солай өседі екен. Жанас сол бала күннен өзі тігіншілікпен айналысыпты. Оны қайдан білеміз бе? Сондай. Тігіншілік. Мына Жанастың бізден ерекшелігі ол. Мен айтамын, сен шықпаған төбе қалғаны ғой, мынау масқара ғой. Сен театрды қойып циркке келдің ғой, цирктестен. Цирктестен ғой. Күнімдер қазақ циркіндестен. Содан шығып оны тоқтаған жері қазақ фильм болды. Енді бір қызығы оның мінезі сондай жылдам. 2000 жылы Алланың қалауымен екеуміз көрші болдық. Су жаңа үй алдық мына. Мамыр 7-де. 16-шы үй. Біз үйге енді кіріп отырмыз. Ол келді де 2-3 қабырғаны талқандап тастады. Оның үй таланып, айтым сен дейін соң емес. Сен мына зданияны құлатайын деп тұрмыз. Қабырға кетіп қалды. Басыға тұрмын. Баяғыда мен арқа етек тұрады оқығым деп тұрады. Онымен дауласып көрдім. Соны мен өзім бір сүйікті жақсы жарғыны бар. Ол кәрі ма, жас па, бала ма, ұл ма, қыз ма, оған талғау жоқ Жанасқа. Өзінің бекітілген жаргоны бар. Әңгіменің басын тит оймайды деп бастайды. Ол әлгі қарамайды бір күні әкімдіктен инспектор сөйтсе тит оймайды жіберем ғой. Ауызын ашып жапшақ шықты. Мынасы қалай сөйлейді? Ол Жанасқа бәрібір болады. Ол солай болады. Ал енді мына ұзарып кетеді сөзі. Мынау өзінің басқа бір қырынан ашылған кезі қазіргі жүргенім академиясында қазақта болмаған театр миниатюр деген бөлім ашылды. Ондай оқу жоқ болатын бізде. Соны бір күн сұрайды, мен құттықтамайсың ба? Неме? Мен ұстаз болдым, оған бәрекетті. Соңында бір айналып бергіш, сен бұрын сабақ беріп бердің дейді. Үй жоқ, үй жолаған емес. Сол қандай ақыл айтасың дейді. Сонда мен де құлана қалдым да айттым. Сен таңертең шаймен бірге 50 грамм коньяк іш. Иісі шықпайды. Үйге келгенде пиваны өкіртесің дедім. Ой, жақсы сенді ғана деді. Сөйтіп кетті. Қиналды. Білетіміз Станиславский ғой, одан басқа қайтаттап шығамыз. Ол миниатюрдің анау Мейерхольдтер жазып кеткен сондағы детальдарын құрастыру керек. Сол арқылы шығады. Бұл басқадай профильдегі дүние бар. Соған біраз басы қатты. Өкінішке қарай шәкірттердің қызығын көрем бар. Бітір қалмады. Қазір біздің театрда Әсет Иманғалиев дейтін шәкірті бар. Театрдың тіреуі боқты. Геройымыз
Жұлдызбек Жұманбаев деген шәкірті бар. Бүткіл Қазақстанға белгілі аты жайылған режиссер болды. Бақыт Ушаев деген бір шәкірті бар. Ол Қазақстанның өнер қайраткері болды. Сөйтіп соны өкінішке қарай соны көре алмай кетті. Енді мына бытовой тірліктегі бір несін айтайын, айып өттіңізді. 2000 жылы үй алды. Біздің үй тура тупикте. Мына жағы Шәрәпин көшесі, мына жағы Момышұлы көшесі. Арғы көше жоқ. Бірақ алдымызда 9 этаж бар. Ылғи военныйлар тұрады, әскери. Есігінің алды кішкентай. Сағаттан шықсақ есікті ашып шыға алмаймыз. 4-5 машина есіктің алдына кіріп тұрады, подъездге. Соның кейін, мынау қалай енді, өлем шығын. Одан Жанас марқұм бір 3-ші этажда марқұм болып кетті, Игорь жігіті, прокурор еді. Сол жүрегінен инфаркт алып, отставкаға шыққан, соны айналдырып, үшеулеп, оның мен бесеулеп, оның мен 10 шақты адам болып жиналыс аштық. Сөйтіп жаңағы әскерилер көнбейді. Содан Жанас айтады, үйде ара, пышақ, балта бар ма? Оны айтасың, бар ма десің, бүгіннен бастап қайраңдар. Ертең соғысқа шығамыз дейді. Военныйлармен төбелесеміз дейді. Содан сол деңгейге дейін жеттік. Күндердің күнде біреулерді жалдаған ба, таныстаратын, трактордың сүзетін бар ғой. Содан дәу осы үстелдің көлеміндей бетон алып кетті. Түн ішінде бетонды орнатып, астына цемент құйдық. Сөйтіп таңғы 6-ға дейін күзеттік. Аны қату керек қой. Таңертең тарадық, сол қатып қалдық. Бірде-бір машина кірмейді. Сөйтіп шлагбаумды түсіп, көзіміз ашылды. Неге айтып тұрмыз? Міне дәл бүгінгі күні, мынау менің бауырым отыр сонда. Бұл азаматтар қолға алып, Жанастың ісін жалғастырып, үйді қоршады. Түгел. Енді соған не береді? Есікке қояды. Домофон қоямыз деп жатыр. Міне, соны мен айтам, көршілерім жиналып, марқұм Жанас деген ағаларым болған. Мына біздің немерелер. Солардың арқасында қазір самокат деп еді, велосипед деп еді, ролик деп еді. Келген адам таңғалады, мынаны қалай алып барасыздар. Бірде-бір мәлімсе кіргізбейміз. Сондай істеген ол деген амалдары бар еді. Көпшілер, мына өзіміздің ауыздан менің жолым түспеді. 3 мәрте ұмтылдым, әуес театрына барған. Жанас қайтыс болардың алдында маған 3 рет айтты. Асекеңнен сұрайын деп едім соны. Оны кейін түсін, маған 3 рет айтты. Осы. Не болды? Ай 56-тан ассам. 3 рет айтты. 56 деген сан. Мен соны ұқпадым. 55 жасында қайтыс болды. 56, соны айтайын деп тұрмын да, 56 қорқам мен осыдан. Кейін Шәкен ағамның 100 жылдық болғанда қазақ елінесіне қарап отырсам, Шәкен аға да 56-ында келді. Соны мен бұл Баянауылда атақты академик бар екен. Ол кісі де 56. Осы 56 деген сан содан өтсек деп. Мәжит Беғайын 56. Әні көрдіңіз ме? Асекең біледі, айтып ғой. Абдулла да содан Асақбаев Сол ылғи аузынан тастады. Мен түсінбедім. Енді миыма бірдеңе барды. Айта берсе әңгіме көп. Енді мына Жанастан Қыздыбайды білмейміз. Қыздыбай біздің театрдың актрисасы. Бізге келген. Ойнаған талай рөлдері бар. Оның Құдайдың берген мына 3 баласын бағып қапқан Қыздыбай ғой. Шынын айтқанда. Ол өзі Қыздыбай марқұм үндемейді, бірақ әнге бақ болады. Бұл биге де қойып кетеді, әнге де қойып кетеді, рөлін ойнайды. Сондай еді. Өздері балаларға арналған 20 жыл драмалық, музыкалық сөйтіп жүреді. Бірақ әттең көңіл келтесі ғұмыр қысқа болды. Жаңа Байқал айтты ғой. Сонда мен кетіп бара жатырмын авария болған жерге. 2 скорый қарсы шықты. Мен қайдан білемін, соның ішінде кетіп бара деген. Мен соғылған мәшіненің ішінен іздеп жүрмін. Оны алып кеткен екен. Сол олар кетіп қапты. Солай бірақ орындалар, олар дейді, Құдайға шүкір тәуба деу керек. Шүкір деу керек. Міне ұрпақтары. Диас Батыр, ана Елмира қызым, бәрі жабылып,
ас беріп жатыр, еске түсіріп жатыр. Анау еске түсіру дегеннен шығады. Театрда енді қазір ақсақал болдық қой біз енді. Қайдан мен ақсақал болатынбыз? Жастарға айтамын. Ай, ана біздің абыз Асекеңнің айтқанын тыңдамайсыңдар ма? Мына миыңа құймайсың ба? Сен қартаймайсың ба? Ертең басыңа келеді. Өнер халықтікі. Халық неге ұмытпайды? Халық аңыз айтып жүреді. Халықтың жадында ғана қаламыз. Мәңгілік ешкім жоқ. Бәрі өшіп, бәрі көшеді. Сондықтан ұрпаққа не қалады? Соған ғана қызмет жасауға тырысамыз. Алла алдынан оңғарсын, жатқан жері жайлы болсын, жасамаған жастар осы ұрпақтарына берсін. Рахмет көке. Енді мына Қызылой жеңгемізді еске алсақ, бір топ әріптестері келіп отыр, мына жерде Байғали отыр, Қыздыоймен. Ассалаумағалейкум аға. Құрметті ағайын, Жанас деген бір керемет ағамыз еді. Амангелді Тәжібаев ағамыз Тақыр деген кино түсіретін болып, алғашқы берген суточныйды бәрін ішіп қойдық. Енді қарын аш, Алматыға жету керек. Жанымыздағылардан ешкімнен қарыз шықпайды. Осы Олжабай ағамда болу керек сол. Жанас ағам екеуміз Олжабек деді. Олжабек, Сол Жанас аға екеуміз Бартоғайдан трассаға дейін жаяу, таңғы сағат 4-те шығып кеттік. Алматыға барайық деп. Қалдамызда көк дейін жоқ. Менің қолымда домбыра. Сол қол көтеріп тұрмыз, бір Запорожец келіп тоқтады екен. Ішінде жалғыз келе жатыр екен. Ақшамыз жоқ деп айта алмаймыз, Алматыға жеткізіп тастаңыз енді деп. Ол кісі де саудаласпай бірдеме отырғызып алды. Домбыраларым бар екен, соған тоқтадым деді. Өзімнің Нарынқолдың алған едім деді. Содан домбырамен ән айтуды бастадық. О, сөйтсек жаңағы кісі ән дегенде барын береді екен. Қайта Жанас аға да жаңағы әңгімені қатырады. Келгенше жаңағы кісінің көңілін көтеріп, жігіттер, сендер үйге бармайсыңдар бүгін? Біздің үйге кеттік деп. Сол үйге барып қонақ болып қайта. Өзімнің машинасына мініп, сол жаңағы Жанас ағамның, өзіміз Жанас ағаммен да партнер болдық. Қыздыоймен қанша партнер болып, гастрольдерде бірге жүрдік. Кейін Диаспен де партнер болдым, Құдайға шүкір. Елімбай деген кинода бір ойнадық. Қыздыойдың бойында, Қыздыой екеуміз мына Үсіпқан бар, Нәзік сезім деген ән орындап, Гүлнар Шәмшиеваның, Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған ән еді. Кезінде радиодан күн сайын беріп жататын хит болған еді. Қыздыойдың мінезі керемет, көпшіл еді. 92 жылдар еді Қадырбек аға. Мойын құм, сабын құрып кеткен жылы бір порошокқа жуынып бәріміз қотыр болдық қой. 89 жылы. Не жоқ, сабын жоқ. Моншаға барамыз да жаңа порошокқа жуынамыз, сөйтсе ол бәле анау кетпейді екен ғой, көп жуу керек екен. Сол бәріміз жара басып, мәкінадан бастап. Жанас ағаның жаңағы көп қасиеттерін Қадырбек ағам айтты ғой. Бірақ бұл кісі тапқыр болады. Шешендігі бар еді. Қуат абы Сейдік деген кісі екеуі жерлес болғаннан кейін ба қалжыңдасатын еді. Қуат ағамыз бір күні қожамын дейсің сен, қожасың ба, қазақсың ба? Қожа деген немене бәле ол? Не өзбек емес, не қазақ емес. Бізге мұсылман дінін алып келдік деп көпіресің деп Жанас ағаға тиісіп тұрып, Жанас аға тұрыпты. Сасып, бақсы көретінендер ғой, біз келіп сендерді піштірмеген деді. О, құр, жап алсын деп қоралы. Қуат аға ұялып қалды. Қыздыой жаңағы Мойынқұмда жүргенде де, қай жақта да мына бригадаман жүретін болсақ,
басқа актрисаларда да бар ғой ондай, әрине, бірақ ер азамат болғаннан кейін енді не ғой, әлгі жуу, кір жуу мәселесіне олақтауымыз ғой. Жігіттер, бүгін кешке барғаннан кейін мына киімдеріңді шешіп маған тапсырыңдар деп бәріміздің киімімізді алып жуып беретін еді. Осы бір қылығы өмір есімнен кетпейді қызды ғой. Айта берсе жақсылықтары көп, өмірлері ерте қырқылды. Айналып кетейін, ағайынға рахмет, мына 3 бірдей перзентті жетім қалдырмай осындай дәрежеге жеткізген елге рахмет. Диас, саған рахмет. Жаныңдағы бауырларыңды жетімсіретпей, әке орнына әке болған, ана орнына ана болған осылардың барлық кем-кетігінің бәрін жеткізуге тырысқан. Бүгін мінекей елді жинап, асыл әкең мен асыл анаңды еске түсіріп жатсың, үлкен азаматтық. Алла тағала мен сендерге ғұмыр берсін. Әке шешелеріңнің көрмеген қызығын сендерге жаратқан ием нәсіп етсін. Қыздығойдың, Жанас ағамыздың жатқан жері жайлы, жандары жәннатта болсын. Олар біздің жүрегімізде. Амин, көп рахмет. Енді Аманолла қажы, айып етпейсіз, енді біз уағыздың орнында мұн жақта барлығы еске алып айтқылар келеді. Жақсы онда. Мұнда Қыздығой жеңгеміздің бір топ әріптестері келіп отыр. Ішінен Қайырлы күн жамағат. Мен Шынар Берсінболова, профессор. Бүкіл атақтарына дәлдәйін. Біз Жанар екеуміз қасында отырған. Қыздығоймен бірге бір курста оқыдық. 4 жыл бірге оқыдық, бір бөлмеде тұрдық. Балаларымыз мектепке, менің қызыммен бірге, Қыздығойдың қызы бірге мектепке барып, одан кейін барып колледжді бітірді. Өмірде қарым-қатынасымыз жақсы болды. Әрқашанда біз институтқа бірінші рет келіп түстік. Алғашқы курс болғанбыз, қабылданып алынған Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық театр институты деп аталады. Көркем сурет және театр институты деп аталатын сол кезде. Біздің курсымызды қабылдаған Идрис Ноғайбаев бізге дәріс берген. Бүгінгі қазір сіздермен бірге дастархан басында отырған академиктеріміз, өнер саласындағы профессорлар, академиктер, Аманбекен Жүкілбаев, Дариға Туранқұлының қолынан дәріс алып, осы азаматтардың қолынан біз тәрбиелеп оқып шықтық. Қыздығой өте еті, тірі, пысық, сонымен қатар ақ көңіл жан болған. Аманбекенович бізге сыр бой сабақтарынан дәріс береді. Бір күні бізге сабақта үйреткенде құлау дегенді қалай жарақат алмау үшін дұрыс құлап үйренуді әдіс ретінде үйреткен бізге. Сабақ біткеннен кейін біз бәріміз Аманбекеновичтің залына барамыз. Әрбір бөлмелер ғой өнер академиясының. Шкафтың ішіне шығамыз, сол шкафтан құлап үйренеміз деп матрасқа бәріміз. Сонда Қыздығой бітеп жүрген жерде. Өңчен енді біз Қыздығой бізге қарағанда бойы ағаса, сондай не деймді, біз іріміз, үлкеніміз, соған сендер бойларың 2 метр болып дұрыстап құлай алмайсыңдар. Қанша үйретем сендерді, ертең неме зачет болады, Аманбекенович сендерге ұрса, шығыңдар қайттан деп біз қайта сол шкафқа шығарып құлатып, сөйтіп үйретіп не қылатын курстасымыз. Одан кейін сабақтан кейін шығып үйге келе жатсақ, үйге болғанда жатақханаға келеміз. Жатақхана Виноградова 88-дегі Никольскийдің қасында жаяу келеміз. Сол жаяу келе жатқан кезде бізде барлық пәндер өтеді ғой. Соған айтады жаяу жерде. Бүгін ана мұғалімнің пәнінен жаңа ән үйрендік қой. Сол әнді бәріміз айтып жүрейік. Мектеп институттан жаңағы комнатаға жеткенше бәріміз бірге
осы әнді айтамыз дейді. Ән айтатын Қыздыгүл, біз онша Қыздыгүл секілді ән айта алмаймыз. Бірақ Қыздыгүл бастайды, Қыздыгүлдің қасында лезде біз айтқан бізге қайтып тұрса, немене ритм ұстамайсыңдар дұрыстап, өңше қанша үйретемін сендер, тұрыңдар менің қасыма дейді. Сізбен Жанар, Қыздыгүл үшеуміз тұрамыз, үйге барып, оң аяқтарын көтеріңдер, оң аяқ көтереміз, үйге қойыңдар деп қоямыз да бастаймыз, әніміз кетеді жайын жерде. Сондай қызық сәттер өте көп болды. Қыздыгүл әрқашанда есімізде сондай өзінің ақ жарқын, көңілді, кішіпейіл, адамгершілік қасиеті өте жоғары, досты бағалай білетін, әрқашанда қолының ұшын беретін, өте сенімді досымыз болған. Әрине өмір қамшының сабындай ақ қысқа дүниеде ерте кетті, бірақ артынан қалған ізі бар, тұяқтары бар. Баласына рахмет, ата-анасының аттарын өшірмей бүгінгі күнде бәрімізді шақырып, маған айтқаннан кейін енді мен көбінесе Алматыда жұмыс істедім, кейін Астанада болдым. Әрқашанда Астанада жұмыс істеп, кішкене жоғалтып алдым связімді, бірақ әрқашанда курстастарымыз арқылы бәрін біліп жүретінмін. Шақырғаныңа, Диас, осы асқа шақырғаныңызға рахмет, келдік, көп нәрсені көрдім, есімізге түсті. Сізге Жамбыл атамыздың жасын берсін, қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық берсін. Әрқашанда тек қана биіктен көріне беріңіз. Сіздің мамаңызбен, папаңызбен таныс болғанымызға, бірге оқығанымызға, танығанымыз үшін біз қуаныштымыз. Әрқашанда біз қолымыздан келген жақсылығымызды, көмегімізді бере аламыз. Құрметті қауым, мінекей Шынар курстасымыз біраз жақсы естеліктерді айтып кетті. Мен де айтарым, Қыздыгүл туралы енді айтатын сөз өте көп. Жүрегімізде үлкен із қалды. Алғашында біз театральный художественный институт деп ашылған кезде Қыздыгүл маған келетін, курста ең кішкентай екеуміздің шашымыз ұзын, екеуміз егізбіз деп келетін маған. Гостиницада жатқанда келіп алып кететін, жүрші, ана жерге фонтанның қасына фотоға түсейік, мәңгілік естелік болады. Екеуміз содан кейін магазинге жүрші, мен үстімдегі көйлекті сатып аш деп. Сөйтіп екеуміз егіз сияқты фотоға түсіппіз. Қазір енді міне жылдар өтті, сол фотоға жылап қараймын. Құдай деп, Қыздыгүл, жүрегімізде қандай бір керемет достық, жақсы ыстық қарым-қатынас қалды. 4 жыл бірге бір қара нанымызды бөліп, қара шайымызды ішеміз, бөлісіп. Керемет бізге сондай бір ақ көңіл, сондай бір намысшыл мінезімен бізге үлгі болатындай болып қалды. Мен ойлаймын, кейін семьялық жағдайда да бірге жақсыны да, кейде бар жағдайда бірге бөлісіп жүретініміз, қуанышымыз бірі болатын. Сондықтан да мен ризамын Қыздыгүлдің осындай біздің арамызда дос болғанына, сондай керемет біздің көңілімізде қалғанына, бізді өзбекше ән үйрететін. Отырып керемет бір әндерді айтатын. Роза Рымбаеваның репертуарын жатқа білетін, дауысы керемет болатын. Біз аузымызды ашып қарап отыратынбыз. Енді міне қазір мен ойлап отырмын да, адамдар қысқа ғұмырда бір жұлдыздар сияқты аспаннан ағып түсетіндей. Олар да жұлдыздар болып қалды. Біз ешқашан ұмытпаймыз. Құран оқығанда да міндетті түрде айтып отырамыз. Разымыз Қыздыгүлға, жақсы із қалды, балаларында із қалды. Міне тектілік деген қандай. Жаңа көріп, міне ержеткен балаларды көріп қуанып отырмын. Диас сахнада кішкентай кезінен бастап біздің сахнада ойнайтын кішкентай кезде Қыздыгүл алып жүретін гастрольге семейге келгенде біздің үйде бұлар болыпты, мен жоқта. Мамам айтып отыратын, Қыздыгүл келді, кішкентай балаларымен келді, келесі кірін жуып жатады балаларының деп, қиын екен, ыстық күнде балаларын көтеріп жүр екен деп, Құдай-ай деп. Мінекей Диас, мен қуаныштымын сен осындай үлкен ер азамат болғаныңа, көргенімізге. Алланың нұры жаусын, жұмақтың төрінде болсын, жандары жәннатта болсын, ұмытпаймыз. Рахмет. Енді жаңа Қадырбек ағамыз айтып кетті ғой, бота
мұғалім болып шәкірттерінің жемістерін еңбегін көре алмай кетті деп. Бұл жерде әріптестер отыр, мұғалім болған кезде милары. Сәлеметсіздер ма? Бәрдеріңіз көргеніме қуаныштымын. Астанадағы Аманбек Еніш. Сіздерді көріп қуанып отырмын. Осында отырған туған туысқандар, Дина апай, сізге мың алғыс. Осындай жақсы балалар тәрбиеледіңіз. Осындай кішкентай қыздар тәрбиелеп, бәрі жақсылықты ағай мен апайдың жоқтығын білдірген жоқсыз. Мен Астанада жұмыс істеп жүргенде бір күні маған ағай айтты: "Минура, сен артист-эстрадный миниатюра деген диссертация жазып жатсың ғой, гөр. Маған кел, гөр, маған сабақ беретін адам керек" дейді да. Сөйтіп ағайға келіп, академияға жұмысқа кіріп, сөйтіп сабақ бердім. Артист-эстрадный миниатюра, қазір біздің атақты актерларымыз бізді бітіріп кетті. Қазір жұмыс істеп жатыр. Сонда мені ылғи бір рет ағай қайтыс болғанда жылап отырмын да, неде, аудиторияда студенттер жоқ. Жылап отырмын да, сөйтсем ағайды көремін ғой. Ағай аппақ костюммен тұрып, арқамды сипайды да мені. Соны мен сразу Дариға апайға жүгіріп бардым. Дариға апай, жаңа саған көрдім деп. Дариға апай соның алдында Құран оқыған болатын, аудиторияға. Құран оқытқан болатын. Соның балалар білмеймін, далаға шығып кетті ма, жоқ болып кетті бәрі. Соны мен Дариға апайға барып айттым, жылап осындай апай жаңа саған менің арқамнан сипады, жылама деп айтты дедім да. Соны Дариға апай айтты, балалардың бәрі, студенттердің бәрін жинап алып айтты: "Егер деді, осыдан Минураны ренжітсеңдер, жандарымды шығарам" деді. "Өлтірем сендерді" деді ғой. Содан бері мен Алла тағалаға рахмет, Дариға апай сізге мың да бір алғыс. Сонда ана балалар менен кешірім сұрап, содан кейін Минура апай, Минура қазір көрсе, даже Әсет Иманғали, Жұлдызбек бар, Минура Ахмажанова, қалыңыз қалай жаным деп жазып тұрады. Сондықтан да осы бір жағынан осы біздің атақты мықты мұғалімдердің арқасы осындай ұжымда жұмыс істеп жаттық, қаншама жұмыс істеп жатырмыз қазірде де. Дариға апай, сізге мың да бір рахмет. Сонда біздің айтады да маған: "Минура, сен қорықпа, жұмыс істей бер, ештеңеден қорықпа. Бір нәрсе болса маған айт" дейді. Жаңа сағай жоқ болғаннан кейін маған қиын да енді ана балалармен жұмыс істеген. Соны сөйтіп жұмыс істедім. 4 жыл бітірді балалар, Құдайға тәуба, бәрі жұмыс істеп жатыр. Біріншіден Дина апайға мың алғыс, қанша үйінде болдым, Диас, жаным кішкентай, бәрі кішкентай болды ғой енді. Сол көргеніме қуаныштымын. Ешқашанда әке мен шешені ұмытпау керек, ата-анамызды. Өйткені солардың арқасында біз өмір сүріп жүрміз, солардың арқасында осындай биікке жетіп жатырмыз. Туған туысқандарға, мына жерде отырған әртістерге, әріптестерге мың да бір алғыс. Осында келіп, ағайымызды естеріңізге алып, бәріміз осында бас қосып отырмыз. Мына жерде көріп отырған біздің мықты актерларымыз, мұғалімдеріміз, сіздерге мың алғыс. Сіздердің арқаларыңыздан осындай мықты актерлар шығып жатыр. Бәріміз енді әріптес болдық. Мен Қуыршақ театрында 20 жыл істедім, актриса болып. Жүргенімді істеймін, қазір дубляжда соны жүгіріп жүрміз. Мына Қазақстанның мультиктарын дубляж жасап, 80 жылдан бастап. Ол бәрі Дариға апайдың арқасы. Дариға апай бізге айтады ғой: "Әй, дұрыстап оқыңдар, бүйтіңдер" деп ұрсатын. Сол мені қатты поддерживать еткен сол кезде Дариға апай. Аманбек Еніш, сізге мың да бір рахмет. Мен айтамын ғой, қазір деканға барып айтамын деп, Аманбек Енішке айтамын деп жалғыз ететінмін. Сондықтан да осы көргеніме қуаныштымын. Ағайды біз ешқашанда ұмытпаймыз. Өмір бақи осылай болады. Менің Құдайберді басым болса кітаптарым шығады. Артист-эстрадный миниатюры мен просто орысша жазған болатынмын. Соны қазақшаға аударттым. Құдайберді басым болса енді шығарайын деп жатырмын. Сол көргеніме бәріңіз қуаныштымын. Тек қана жақсы болды. Диас алтыным, осындай керемет ағайдың ешқашанда артына кір келтірмейтін керемет жігіт болып өсіп жатсың. Сізге көптен көп рахмет жаным. Рахмет. Енді аруақтарға не керек, Құраннан басқа дейді ғой. Біраз сөйлеп еске алдық, Отамен қызды ғой деп. Бұл жерде енді Отаның бауыры болып кеткен Руы Қожа, Ерғали бауырымыз отыр. Содан кейін имамға сөз берсек. Ассалаумағалейкум барша қауым. Бүгін бір ерекше күн болып отыр. Жайшылықта аста Құран оқылып бір сағаттың көремін болар болмас. Көбісі қайтуға асықса. Бүгін сондай бір ерекше күн болып тұр.
сондай бір жағымды энергетика болып тұр. Мына жерде түскен ақпаратты айтып өтейін. Бәрі сөйлеп жатыр, сен не болсын деген әңгіме айтады да. Мынау жақсының аты өлмес дейді, ғалымның хаты өшірмес дейді. Мына жерде Қазақстанның өнер қайраткерлері, кино, театр әртістері келіп отыр, абыз ақсақалдар, аландар отыр, бәрімізге бас иеміз. Мен енді жаңа сағанды, енді Ботаға дейміз ғой, Ахмет Қожаұлы жаңа сағанды сынау 95 жылы тамыз айынан бастап келемін. Енді жігітке жеті өнерде аз дейді ғой. Ол кісі енді 8 қырлы бір сырлы бола білді. Өнер жағымен өздерінің бәрін айтып шықтыңыздар. Қандай рөлдерде ойнаған, қандай сомдаған образдарды. Сол сөзде маған бір ғана естелік қалып кетті. Түркістан жағында, Түркістан өңірінде жүрген бір арақтан секіру керек болған ба, өзгеше гимнаст болмағанбыз. Спортивный болған әскерде бәрін. Сонда да тырыстырып жабыстырылатын кожаный шалбар бар ғой. Соның арықтан секірген кезден айырылған ғой. Ё-моё, жопа порвался деген ғой. А то бұл табиғи өнер бере біледі образды. Сол жебесінде қалып. Содан Түркияға кетіп, сонда бір ақтап дәреже алып келді, за лучшую мужскую роль деген. Сонда енді бір аптаның көлемінде келетін болып, бәріміз енді жаңа айтайын деген бұл кісі енді Алла тағаланың берген қасиеті, тылсым дүниенің тылсым күштің иесі, 100-ден аса шәкірттер беретін Дариға апамыз отырсыз. Өрісбай бауырымыз бар, бейімдер қасында. Бәріміз күтіп отырмыз, күтіп алайық аэропорттан, қалай болады деп. Сонда бір ақпарат жоқ қой. Ана телевизормен антеннасы өтіп кетесің ғой, быжылдап тұрады. Сондай жоқ. Отырмыз қазақ фильмде әпсада үйде. Сол бір қаса кіріп келіп отыр ғой. Сонда не істеген дейсіз ғой? Бір миым тыңсын деп полностью отключка жасап кеткен ғой бізде. Сонда бір кереметі бар. Енді бұл кісіге мен қалай жолықтым? 95-дің тамыз айында келдім. Біреуді ауру қысып келеді. Ағамыз Раманов ағамыз келеді. Біреуді мынау қуып келеді, мен сол екіншісіне келгенмін. Жарты алмаймыз, тормозды жеті сағып келеді. Содан әпкем Қоятоғын алып бар. Осында бір кісіге барайық. Әні барам, міне барам, алдап жүр, сол кезде әйтеуір жол түсіп, алдыған қалумен бардық. Сонда есімде қалғаны осы айтты. 3 айдың көлемінде өзің болмаса бір жақын бауырым кетеді дейді. Түсіндің ба деді, түсіндім дедім, мен сен көт жасамайын. Содан кейін сима қылдық қой, Құдайға шүкір жемісін көріп жатырмыз. Осындай қаншама адамдар алдынан келді, кеше анау. Сонда мен бір сұрадым. Анау адам деген кісі бар, үлкен, дәу, атын ұмыттым. Сол, Димаш. Сол ана шетелде болып келіп айтты. Бота, сен дейді сағаттап емдейсің. Бұл кісінің бағыты биоэнергетикалық курс. Ол кезде кітаптан оқымаған табиғи Алла тағала берген құдірет парапсихология. Жаңа жас ғылым, жапон ғылым рейки дейді, искусство исцеляющий рух. Сонымен сен дейді сағаттап емдейсің, алатын сонда бергенің ғана аласың дейді ғой жаңа. Таксы жоқ қой енді. Германия дейді 3 минуттық емін пәленбай марка тұрады дейді ғой. Сосын жаңағы біз айтамыз, шәкірттер, біз не істейміз қанағат бар дейді. Содан енді бір ауыз түйіс заман болатын кез қызметтен кетсем ба деген ойлар келді. Не бір әдетсіздікті көресің ғой. Сонда Бота ағам айтқаны ғой. Сен кетпе, әлі Аллаға суың бар, көтеретін шыңың бар. Енді мен енді арнаулы қызметте болдым, құқық қорғау органдарында болдық. Сонда мына Асаналы ағамыздың фильмдерін көріп өстік қой. Атаманның ақыры, Транссибирский экспресс деген. Сол неде тәрбиелен, Құдайға шүкір, сіздер сияқты профессор емес, бірақ кішігірім полковникті алып, зейнеткерлікке шықтық. Алла разы болсын. Міне анау сұрайды екен, адам бақилық болғаннан кейін, о дүниедегі адам мен бұл дүниедегі адам арасында байланыс үзіле ма дейді. Жоқ, үзілмейді екен. Неге десеңіз, бір сахи хадисте айтылыпты,
егер артында қалған ұрпағы Құран оқытып болса, ол кісіге тәжірибе береді. Сонда бір қайтыс болған кісі жаңағы сатылап жоғарылатқан ғой. Бұл не үшін? Мен істемегенім жоқ. Көрсетпегенді көрсеттім халыққа. Деген ғой, сөйтіп айтыпты, сенің бала-шағаң артыңнан Құран оқытып отыр. Деп бір саты жоғарылап тәжірибе берген. Міне тектіден текті туады дейді. Міне Эльвира отыр. Эльвирамен заочно таныспыз. Өткенде басқаша түсініп қанша мына қандай жігіт қырындап жатқан деп. Мен Жанас ағамның бауыры боламын. Сейіт қожамын, Әбубәкір Сыдық ағамыз тектіден текті туады дейді. Міне осында отырған қараңызшы, міне Эльвира, Диас, Назеке осындай ботадай көздерді и осындай мұрындарды жаңылыстыру мүмкін емес. Сразу білесіңдер, сол бот ағамыздың бұл перзенттері екен. Алла разы болсын. Барлықтарыңыз осы Құранға қатысайық деп еске алып, алтын уақыттарыңыз бөліп, керемет еске алу бір тебіреніс болып жатыр. Әрбір басып келген қадамдарыңыз Алла тағала сауапқа жазсын. Рахмет. Рахмет. G128 Mitsubishi кімдің машинасы? Мешать етіп тұрған. Ал енді біраз еске алдық. Балалар бір ауыз сөйлесін, сосын имамға сөз берейік. Ассалаумағалейкум. Ардақты қауым туысқандар, бүгінгі әкеміздің жора жолдастары, бастарыңды иіп, рахмет, өздеріңіздің таза ниеттеріңізді білдіріп, сол әке-шешеміздің тірі кезінде таза ниетпен, шын жүрекпен араласқандарыңыздың белгісі. Сіздерге мыңда рахмет. Ата-аналарға сізге мыңда рахмет. Алла разы болсын. Осында үлкен басыңызбен осы бізді сыйлап келгеніңізге мыңда бір рахмет. Әрдайым сізге де көмек жасауға мен дайынмын сізді. Енді не дейміз? Бүгінгі ниеттеріңіз қабыл болып, мұраттарыңыз асыл болсын. Енді мынау бағана дұрыс айтып отыр, Ерғали ағам аста ары келсе бір сағат кетуге асығып тұрасың. Енді өзімізде қанша аста асықтық қой. Бірақ бұл шынымен де кішкене ерекше ас. Бұл жай ғана ерекше емес, бұл қауышу, бір-бірімізбен кездесу. Соншама жылдар бойы бір-бірімізді сағындық. Енді амал жоқ, осындай негізбен кездесіп жатыр, бірақ жақсы негізбен кездесуге жақсысың. Енді 20 жыл деген ол аз емес қой, 20 жыл деген уже бір мероприятие ғой, грубо говоря, да? Той сақылды ғой, енді 20 жыл өтті. Енді қалай болса да, мына жерде алыстан арбалатына Баянауылдағы туысқандарыма мыңда бір рахмет. Міне Фарида апама ауырып болса да, қиын жағдайда болса да келді. Келгенше одолжениесін келді, бірақ келді да. Қандай болса да, бірақ шын жүрекпен келгенін белгісі сол. Шын жүрекпен келгісі келді. Қатты ауырып тұрған шығар, жастың несінен, бірақ соның өзіне келді. Өйткені келгісі келді, ол шын ниеті. Мына жерде ауылдан, Өзбекстаннан Ташкенттен келіп отырған нағашыларыма да мыңда бір рахмет. Әпшелерім, менің шешемнің туған сестралары, уже жылдан жылға и так нас мало становится. Бірақ сонда да аз да болса, мұнда келіп отырған барлықтарыңызға рахмет. Қадамдарыңызға нұр бүтсін. Не деймін енді, барлықтарыңыз енді аталмаған аттар болса кешірім сұраймын. Кішкене толғап тұрмын. Бәрібірде де әке-шешені жоғалту, оны еске алу оңай емес. Және де бүгінгі жаңағы еске алудың ең біріншісі осы Дина мамамызға мыңда бір рахмет, басымды ием. Осы кісінің арқасында осындай дүние болып жатыр. Содан кейін бүгінгі отырыстың астың бастамасы, мен оның қоштамасы болғанда Эльвира сестрам келіңізші, сестрама рахмет. 25 жыл сот жүйесінде жұмыс істеген, бірақ мен өзім тоже құқық қорғау органдарында уже 15 жыл жұмыс істеймін. Бірақ біз өнерлі отбасыдан шыққанбыз. Бәрібірде де қай жұмыста болмасаң да, бұл өмірде өнермен қарау. На каждой, скажем так, профессии нужно творческим взглядом смотреть. Когда ты творческим взглядом смотришь, ты творишь вне зависимости от сферы, где ты бы не был, юриспруденции, либо там промышленности, компьютеризации, без разницы. Поэтому біз осы өнерлерден шықтық, біз осы сіздердің көздерінде өстік, шыны керек. Бағана айтып жатыр ғой, театрда жүрдік, мына театрдың иісін білетін адамбыз біз. Киноның иісін, мына киноның шаңын, театрдың раздевалканың иісін көріп өскен баламыз біз, шыны керек. Сол жерде тығылмашақ ойнап өстік.
енді сіздердің жаңағы нелеріңізді, профессияларыңызды жақсы білемін, сезінемін жүрекпен. Ол өнер болу ол оңай емес. Мысалға қиын жағдайда күлетін ойынды ойнау, қайғырып жүргенде күлетін ойынды ойнап, немесе күлкім келіп тұрған қайғыратын ойынды ойнау ол оңай емес. Көбісі дұрыс түсінбейді. Сондықтан да сіздердің еңбектеріңіз жарқырай берсін. Сіздердің келгендеріңізге рахмет. Сол бағана мен бастап кеттім. Апамыз, сестра Эльвира, осы кісінің тоже бастамасы. Мен қоштап жібердім, бұл кісі дистанционная команда берді. Мы организовали это все, в принципе. Қолымызда тұр, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Аяғымыз жерге тең, тамырларымыз төмен қарай кетіп жатыр. Енді Құдай қаласа тек қана осындай тойларда, осындай 20 жылдық Құдай қаласа бастарыңыз аман болып қартаймаңыздар сіздер. Алдағы бүгінгі азаматтар сіздер қартаймасаңыздар, біз де соған қарап біз де қартаймаймыз. Бірақ өзімді 40-ға келіп қалдым да. Сондықтан да қартаймаңыздар. Сіздерді көріп өте қуаныштымын. Әрқайсыңызды жүрекпен қабылдап, әрқайсыңызды қуаныштымын көргенімде. Сіздердің мына өздерінің адалдықтарыңызды, белгілеріңізді көріп, одан да күшті қуандым мен. Бұл өмірде Құдайға шүкір осы жасқа дейін біраз енді жұмыстың жүйенің силу профессии своейда көп заттарды көрдім, адамдарды көрдім. Бұл бір жағынан жай ғана ас емес, бұл сын. Байқау да, соны бірақ осы жерде өзім үміт күткен азаматтар келді. Мен шын жүрекпен өте қуаныштымын. Бұл өмірде ең қымбаттысы ол адам болып қалу. Ол дүние емес, ол атақ емес, ол қарым-қатынас ұстап, өзінің шын ниетіңді білдіру. Ең қымбат, оны ешқашан ешкімнен ала алмайсың. Бірақ мен сіздерден соны көріп өте қуаныштымын. Аллаға шүкір, әке-шешеміздің осылай жарқырап жүргені осы жанындағы ортаның жақсы болуына да үлкен себеп деп ойлаймын мен. Сіздердің арқаларыңызда осындай жақсы болу, ол өздеріңіз үлестерін қолыңыздар. Ылғи да осы аман болыңыздар. Сіздердің барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Бала-шағаларыңыздың немере болса немерелердің қызықтарына тоймай, ел-айым жүре беріңіздер. Сіздердің қуаныштарына біз де қуанып жүре берейік. Рахмет. Құрметті қалайық, айтатын нәрсе, Мұхтар Мағауин деген атақты өзіңіздің хабар жазушысы білесіздер. Бұған дейін де кісілер айтқан болды, бірақ сол кісілер айтқан сөзі бар. Қазақтың қазақ болып сақталғанына, қазақтың қатындарына біз басымызды иеміз керек. Қазақтың қатындарының алдында басымызды иеміз керек. Сол сияқты. Сондықтан өзінің 3 баласын және күйеуі Қайберенді ауылға тастап, осы ботаның 3 баласын сәбилерді бағу үшін мына Лина жалғыз апасы келіп өсірді, жеткізді. Осы кісінің алдында басымызды иіп қояйық. Ой, бәрекелді. Керемет. Ол өте жақсы өледі. Тетя Дина, тетя Фарида, действительно вам большой поклон. Вы здесь остались место папы, здесь самый взрослый, Я только вот вчера мы ехали в Куанышбек, я говорю, когда папы нету для дочери, папа всегда дает безопасность для дочери. Следующий уже супруг идет, кто безопасность дает. Я надеюсь, и Диас Сулай, чтобы ты рядом, чтобы с нами был, и нам давал такую безопасность. Девочкам нам. Угу. Вот отдельно прям хотела сказать тете Дине и тете Фариде. Тетя Дина сама по себе спокойная, она көп сөйлемейді. Тетя Фарида, она такая боевая, у нас шустрая, бәрі за всех тоже переживает. Сендерге рахмет. Тетя Катя, она всегда была... Я всегда тете Кате даже при жизни говорила, тетя Катя, с моим папой говорю, не так просто жить. Он эмоциональный, говорю. Но вам при жизни нужно памятник поставить. Я уже тогда была замужем, у меня уже дети были. И я ее понимала. Папа наш действительно такой, но здесь тетя Динин сын младший, он всегда говорил, Жанас Бутага говорит, он всегда нас вдохновлял. Он действительно такой человек, он всех вдохновлял. Его энергия, она никогда не иссякала. Он всегда был
вот таким вот прям деятельным всегда вот. Наверное, потому что поэтому мы здесь вот четвером, да, много историй было. У нас даже вот, я же тоже, получается, в актерской семье жила, ну, росла. И у мамы в театре тоже одна актриса умерла. И, ну, я хочу сказать, там, просто, наверное, потому что папа вдохновлял, потому что он дал нам, и мы здесь вот так вот можем сказать, что он мог гордиться бы нами. И мы только можем вспоминать, хорошее все вспоминать, вот так вот, Коран читать, дуа читать за них, за тетю Катю и папу. Только чтобы Всевышний облегчил им положение, осветлил им могилы. Вот только единственное, что у нас осталось, и вот друг друга поддерживать. Всем вам спасибо большое. Я допускаю, девчонки наши младшие, выходите уже. У нас дети, у меня внуки уже есть. Да, Назерке, она у нас далеко живет, мы по тебе скучаем. В Турции живет сейчас. Тебе успехов творческих. Это единственная у нас, которая пошла по родительским стопам. Творческий тоже человек. Тебе успехов, чтобы ты всегда была солисткой в своем театре. Тебе Динарочки нашей тоже. Она тоже сейчас в Турции работает, сейчас не смогла приехать. Но мы теперь с Диасом только на вас, в смысле, переживаем за вас, чтобы вы только прямым путем шли, только это вот за вас. Ну, всем нам здоровья крепкого. Сестрам вот молодцы, что вы оттуда вот приехали. И мы никогда не забываем. Тетя Катя для меня тоже отдельный человек. Это та женщина, которая меня тоже считала своей дочерью. Я недавно только посчитала, говорю, папе было 54, когда его не стало, мне уже, например, 51. А тете Кате всего было 42. Вы представляете, 42. Это, я не знаю, я еще... во мне мудрости не было в 42. По сути. Всем вам большое спасибо. Рахмет. Назерке айтасың ба? Жарайды. Онда. Иә. Осымен қазір Құран оқытайық. Алла қаласа. Ал Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir Allah'ın rızası için gelген basımızda kabul etsin. Бұл дүниеде бір ғана жол бар, пайғамбар Мұхаммад Алейхиссалам жолы. Сол жолдан айнымайық. Bir ғұлама айтқан екен, Асеке. Платон ба или Сократ ба білмеймін. Бұл дүниеде бір-ақ нәрсені білдім депті мен. Өзімнің еш нәрсе білмейтіндігімді білдім деген екен. Ал Мұхаммед пайғамбар сөзілер бүкіл адамзат баласына ең тура жол салып беріп кетті. Өйткені оның ең үлкен мұғжизасы Құран. Одан кейін мұғжизасы мына аспандағы айды екі бөлген. Мұғжизалары көп болған. 5 қолынан 5 бұлақ ағызған. Бүкіл өзінің жамағатын сусындырған иншалла. Мына пайғамбардың өмірі біздер үшін үлгі иншалла. Сондықтан екі сөзді айтатын болсаңыздар, я Алла, я Мұхаммед. Осы сөзді айтып жүрсеңіздер, Аллаға мадақ айтпастар, пайғамбарға салауат айтасыздар. Мұхаммед пайғамбарға бір салауат айтқан адам депті, оның 10 күнәсі кешіріледі депті, оның қатесі кешіріледі, оның есе дәрежесі жоғары болады депті, және де семьясы бақытты болады деген иншалла. Сондықтан біз әр уақытта пайғамбарға салауат айтып жүрейік. Еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Адамдардың ең биігі ол ата-бабалардың ас беру. Мен сондай асты міне бүгін беріп жатыр иншалла. Сондықтан мына Диасқа, мына Эльмираға иншалла, Назеркеге, Динараға, мына Дина, саған арнайы үлкен рахметімізді айтамыз. Неге? Өйткені Құдайға шүкір қандай қасиетіңді айтып жатыр иншалла. Ал дастарханың батасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамду раббил аламин атамана ва сақана ва джағална минал муслимин. Жазакаллаху хайран касира. Ей Алла, сен жалғызсың. Сен ахатсың, сенің серігің жоқ. Ардақ пайғамбар Мұхаммад Алейхиссалам сенің құлың, бүкіл пайғамбарлар сенің құлың, біз де сенің құлыңбыз.
үмітпенен көтердік біз білекті. Ей Раббым, бері көр тілекті, тілегіміз өзге құл болу, пайғамбарға үммет болу, пайғамбардың жолымен жүру. Баршамызға бір Алланың өзі жар болсын. Аллаху Акбар. Әғуду биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذية والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ғаламның рахманыры бүкіл адамзаттың сүйіктісі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның мұбаракына пайғамбар отбасы, пайғамбар шадиярлары Абу Бакр, Омар, Осман Хазірет Али, пайғамбар сахабалары, пайғамбар үмметтері, сол үмметтерінің ысқақ немересі Ахмет баласы Жанас ағамызына бастады. Және де алхамда Ахмет келіні Мәлі қызы Қыздыбайдың бастады. Осы кісілер арқылы қазақтың ұлы жүзіндегі бүкіл төрелер, қожалар, сунақтар, төлеңгіттер, 12 жалайыр, қаңылы, сыргелі, ысты, шапырашты, албан суан дулаттың 4 бала жарық сиқым болпай, шымыр бабаларымыздан, бүкіл ошақты сары сұлталарымыздан, бүкіл орта жүздегі арғын, қыпша, қоңырат, найман, керей, уақ бабаларымыздан, кішідегі алтаты әлім, 12 байылы, 7 бабамыздан, сол алқанда Торайғыр төңірегіндегі бүкіл әулие-билерде кешегі Мәшүстік көбейіп бастаған, Едіге бастаған, Торайғыр бастаған, Сұлтан Махмұд абаларымыздың ұқтарына да башладық. Бір Алладан рахмат, пайғамбардан шапағат болсын. Я Алла, я Рахман, я Рахим, жүрегімізді Құран нұрымен нұрлап, ақиқатындарда пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламның өз орнын беріп, сол пайғамбарға бәрімізді мәтесін, еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, асымыз қабыл болсын. Берахматика, я архам рахмин. Аллаху акбар. Қабыл болсын, қабыл болсын, қабыл болсын. Дариға, Тұқанқұловаға да үлкен рахмет. Бәрімізге рахмет, Аллаға қабыл болсын. Ал көптен көп рахмет келген қанаттарыңыз күн өтсін, қуанышта тойда кездесейік. Аман сау айтады. 2 сағат күтіп тұрасыз ба? 2 сағат жүрміз. Амин шыдай ма? Шыдай ғой. YouTube жақтырасың. YouTube каналым бар ғой. Соған жүктеумен аны жүктеу. Жүктеуіңіз біраз уақыт жүр, бірақ 2 сағатта, иә? Естелік болады да? Иә. Атойды. Қазір істедім, енді ұмытып қалды бәрі. Ертең каналда тұрады да? Мына жерде ертең қарап отырасың. Балдар қарап отырасың, достар қарап отырасың, қандасың, иә? 2 сағат ерінепсіз да, иә? Иә, ерінепсіз. Бір жағынан қызықты болды ғой? Иә. Түсіре берген керек.
Отырыңыз. Отырыңыз, отырыңыз. Отырыңыз. Қазір да. Бұл исторический момент. Рахмет ағасы. Жақсы. Ринат, саған үлкен рахмет. Молодец. Құрамымызға кіргізіп отыр. Рахмет аға. Gözü ana. Ana alalım. Сіздермен кім неге түспейді ешкім? Сіздермен неге ешкім түспейді? Тұра қалыңыз. А? Аман жоқ. Телефон бар ғой. Бердім ба, бердім ба. Болды. Вопрос хоть звонда. Аман екен. Бол жаңа. Мен аман екен сүйрет. Орынбай айтамын. Аман екен. Ал дәрігер аман бол иншаллах. Әр уақыт аман бол иншаллах. Правда,